Hello kids, welcome to English lesson. In this lesson you will learn about the past simple tense. Бүгінгі сабақта жай өткен шақ жайлы үйренетін боламыз. Ағылшын тілінде өткен шақта сөйлем құрастыру үшін етістікке ed жалғауы жалғанады. Болымсыз және сұраулы сөйлемдерде көмекке did көмекші етістіктер келеді. Жалпы өткен шақ дегеніміз сөйлеп жатқан сәттен бұрын аяқталып қойған іс-әрекеттер немесе оқиғалар жайлы. Мәселен, last year өткен жылы, 2 days ago 2 күн бұрын. Past simple affirmative өткен шақ болымды сөйлем. Infinitive plus ed етістікке ed жалғауы жалғанады. I, you, we, they, he, she, it walked. I walked. Мен серуендедім, he walked, ол серуендеді, немесе they walked, олар серуендеді. Көп жағдайда етістіктерге ешқандай өзгеріссіз ed жалғауы жалғанады. Ал егер short verbs ending in consonant plus vowel бір буынды етістіктер соңғы дыбысы дауыссыз және дауысты болып аяқталғанда, ең соңындағы дыбысқа екі еселену арқылы ed жалғауы жалғанады. For example, travel, traveled, shop, shopped. Short verbs ending in consonant plus y. Дауыссыз және y дыбысына аяқталған бір буынды етістіктер. Cry, cried. Соңындағы y дыбысы I дыбысына айналып ed жалғауы жалғанып тұр. Study, studied. She studied a lot. Past simple related expressions. Жай өткен шаққа қатысты сілтеме сөздер last өткен, ago бұрын, yesterday кеше. Last Monday өткен дүйсенбі, last week өткен апта, last month өткен ай, last winter өткен қыс, last year өткен жылы, last night өткен түн. Ago, for example, 2 days ago, 2 күн бұрын, a week ago, бір апта бұрын, a month ago, бір ай бұрын, a year ago, бір жыл бұрын, yesterday, кеше. For example, yesterday they listened to music. Listen етістігіне ed жалғау жалғанған және yesterday сілтеме сөзі бар. Кеше олар музыка тыңдады. Yesterday he watched TV. Watch етістігіне ed жалғауы жалғанған yesterday сілтеме сөзі. Кеше ол теледидар тамашалады. Last night he phoned home. Phone етістігі соңғы дыбысы и, тек қана d дыбысы жалғану арқылы өткен шақтағы етістік жасалып тұр. Last night сілтеме сөзі. Өткен түні ол үйіне хабарласты. Past simple negative өткен шақ болымсыз сөйлемдер. Болымсыз сөйлемдерде бізге did көмекші етістігі қажет. Didn't қысқаша түрі немесе did not plus infinitive. Қосылған етістіктің бірінші формасы. I, you, we, they, he, she, it didn't play. He didn't play. Ол ойнаған жоқ. Affirmative болымды, negative болымсыз. Paint етістігі. Last week they painted. Өткен аптада олар сурет салды. Painted етістіктің өткен шақтағы, яғни екінші формасы. Negative. They didn't paint. Олар сурет салған жоқ. Affirmative болымды, negative болымсыз. Play етістігі. Yesterday he played baseball. Кеше ол бейсбол ойнады. Played екінші формадағы өткен шақ етістігі. Яғни ed жалғауы жалғанған. Negative болымсыз сөйлем. He didn't play baseball. Ол бейсбол ойнаған жоқ. Affirmative. Negative. Болымды, болымсыз. 2 days ago she cried. 2 күн бұрын ол жылады. She didn't cry. Ол жылаған жоқ. Past simple interrogative sentence. Past simple сұраулы сөйлем. Did көмекші етістігі plus subject I, you, we, they, he, she, it plus infinitive етістіктің бірінші формасы. Did I study? Мен оқыдым ба? Did he study? Ол оқыды ма? Did they study? Олар оқыды ма?
Let's practice. Did she visit London? Yes, she did. Қысқаша жауап. Ол Лондонға барды ма? Немесе Лондонда болды ма? Did they listen to music? Yes, they did. Did they travel by car? No, they didn't. They traveled by plane. Thank you for your attention. Good luck, dear children.